Қазағымның бұлбұл әншісі, айтыскер, актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықтың сүйікті қызы Жанар Айжанова Азиядағы ең үздік актрисалардың бірі деп танылды. Бұл қазақ халқы үшін мақтаныш. Сіздің қазақ эстрадасында алар орныңыз бөлек. Жүзіңізде, өнеріңізде, қоңыраудай сыңғырлаған даусыңызда қазағымның қаймағы бұзылмаған салт дәстүрі дархан пейілі тұрғандай. Біз сізбенен мақтанамыз, Жанар апа. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Қазақ эстрадасындағы соңғы жаңалықтармен біз арқылы хабардар болыңыз. Есінде өтіп бұл судың бәрін? Тағы біреу бар еді ғой? Иә, бар ма, не қылып тұр? Анам біреу сен алып кеттіңдер. Ішіңдер. Өткенде мен мына сторис салдым ғой, дәмді деген. Ол кезде мен қыздарды танымаймын, өздері беріп жібермеді, мен тапсырыс беріп енді алып жатырмын. В общем, ұзын сөздің қысқасы, ертеңгісін мынау жердің астынан шыққан минералы бар мынадай су. Ертеңгісін болса да су ішемін ғой. Енді кімге беріп жатырмын? Сылдырмаққа берейін деп жатырмын. Өйткені мына ішкі құрылысқа барлығына өте керемет, керектің жаңағы метаболизм дейміз ғой, соның барлығы бар. Әдемі енді. Үйде фильтр де бар ғой. Әнші болғың келе ма? Мә. Ал айт. Сразу айым деген, ай күнім деген. Жоқ, күлетін іштен шық күшті, қазір берем дәмін көр өзің. Ошы маған нап қалды мына су. Тынбайсыз ғой, ә? Мына өсіп кетіпті нелерін. Алтында кескеніміз ғой. Биыл кәдімгідей қою болып өсіп жатыр. Мына жерге қара талда шығып кетіпті. Рахат қой кешкісін деген. Күнде кешкісін шығып ермек қылам ғой үйде болсам. Мен жұрт жақсы көрмейді шығар, мұндай жүр. Мен жақсы көрем. Рахаттанам осыдан. Арасындағы шырмауықтарын алам. Мұнда күнде кесіп тұрасыз ба өстіп? Жоқ, мынадай арасында өсіп кетеді. Сол жабайылам. Өтсені балалар шауып береді ғой келіп. Мына қараш шырмауықтың ортасында. Осы шырмауықтың жүрмейтін жер жоқ қой, мына шырмауықтай. Мына қараш шырмауық. Жүрмейтін жер жоқ қой. Олар да теп-теп тұрған жақсы ғой ме? Артықтарын, көзбенен. Кеш батам дегенше кешкі уақытта күшті ғой. Шығасың. Оның бәрін істеп шаршамайсыз ба? Жоқ. Бала кезден осылай тыпыршып жүресіз ба? Иә. Тыпыршып. Осының өзі демалыс қой негізі. Осының өзін терапия алам дейсіз ғой. Иә. Фитнес па тегін? Фитнестің керек жоқ. Нәулі сорайып. Алдындағы розаларыңызды кеспейсіз ба? Розалардың еркегін кесіп айтын едіңіз ғой? Еркектері тыныш биыл өспей жатыр. Биыл тыныш па? Иә. Мынаның бұл іштек емес. Қазір судың напоры аз ше. Иә. Түнгі сағат 11-де мен суаруға шығам. Сылдырмақ ықтаған кезде шығамда 12:30, 1:30-ға дейін ой рахат мынаның бәрін суарам. Жүгір мен саған көрсетейін мына жерде. Не бар тағы? Мында кел. Мынау. Тұт ағашы. Бұнда бүйтіп кесіп тастау керек. Мына қарашы. Тұт ағашы. Мен алған кезде басында осы 10 жылдан аса мынадай бір 30 сантиметр болатын. Мына қарашы, ерте піседі. Жеп көрші. Қарасы ма? Өте пайдалы деп айтады осыны. Назар жейсің бе? Күші? Менен басқа ешкім жемейді осыны. Рахаттанып жеймін ғой. Күнде ертеңгісін шыққан кезде осыған келдім. Бұл неге пайдалы сонда? Бұл бәріне пайдалы. Түрі қанға ұқсайды екен, Иә. Ежебекаға ұқсайды.